Ай мен Айша романы қазақ елінің тарихи мекендерінің бірі. Жамбыл облысына қарасты Жуалы ауданының Омбылақ ауылында туып өскен Барысхан дейтін баланың өмірін арқау еткен. Кішкентай кейіпкер автордың өзі екені бірден сезіледі. Ал негізгі кейіпкер баланың анасы Айша. Шығармада соғыс жылдарындағы аналардың, 41 жылғы келіншектердің символына айналған Айшаның тағдырын, ауыр тауқыметін тартып, қиындыққа мойымай, Аллаға сеніп, айға сырын ақтарып, сыртқы жаумен емес, ішкі қас дұшамен арпалысқандығы шебер суреттеледі. Қазақтың талантты жазушысы, Менің атым Қожа повесінің авторы Бердібек Соқпақбаевтың «Соғыс біреуге соғыс, біреуге ырыс» деген сөзі айқындала түседі. Романның өзегінде басқа түскен қиындыққа үнсіз мойынсына салу емес, кез келген тығырықтан алып шығар айқын мақсат, табанды мінез, батыл қайсарлық жатыр. Кейіпкерлер арасында эмоциялық байланыстар мен диалогтар тұрғысынан қарағанда бұл шығарманы шынайы драмалық роман. Кейіпкерлердің бір қырымен немесе бір жақты мінезімен шектелмей, өзгеріп отыратын әр алуан мінезді шеберлікпен жеткізу арқылы айшықталған классикалық және реалистік роман. Бүгінгі таңда да өзектілігін жоғалтпаған қоғамдық мәселелерді арқау еткен әлеуметтік роман деп бағалауға болады. Күйеуі Мұртаза тұтқындалғаннан кейін 3 баласымен қалған Айша ана колхоздастыру науқанының құрбаны болады. Жоқшылықтың азабын, жалғыздықтың зардабын шегеді. Арсыздықпен арпалысып 3 баланың болашағы үшін күреседі. Айшаға күш беретін жаратушы, ал оның жұбататын аспандағы ай. Автор Ай мен Айшаның арасында тамаша рухани байланыс орнатқан. Осы себептен романның тақырыбы ішкі мазмұнына сай. Ай мен Айша романында шындыққа жанаспайтын сәттер, болмысқа қарама-қайшы келетін факторлар жоқ. Керісінше, шығармада шындықтың шынайы жүзін көруге болады. Қаламгер оқырманнан ештеңе жасырмай, бір дәуірдің трагедиясын қаз қалпында суреттеп, тайға таңба басқандай ашып көрсетеді. Өйткені бала Барысханның басынан кешкендері заманымыздан озған заңғар жазушысы Шерхан Мұртазаның өз өмірі. Романның көркем тілі және баяндау тәсілі бұрынғы дастандарға, сонымен қатар әлем әдебиетінің классикалық шығармаларында келеді. Шығарма фольклорлық және этнографиялық құндылығымен ерекшеленеді және бір деммен оқылады. Автор сөзді орын-орнымен шебер қолданғандықтан шын мәнісіндегі сөз зергері екені бірден байқалады. Кей оқиғаны бір ғана сөзбен баяндауының өзі шығарманың әуендік ырғағына қосылған нота іспеттес. Жазу стилі арқылы автор оқырманның назарын бірден өзіне қарай баурап әкетеді. Сондай-ақ, автордың өз көзімен көріп өскен, куә болған оқиғалар мен кейіпкерлер алғандықтан шығарманың шынайы жазылғандығы сезіледі. Жазушының жан дүниесі жылымық болып түскен кей сөздер өз орнын тауып баяндалғандықтан, оқырман еріксіз түрде сол бір тылсымға толы сәтті бастан кешіріп отырады. Бір мезетте дөп басып айтылған әлгі сөзден аттай алмай тұрады. Кейіпкерлердің образы, сөзбен салынған суреттері көз алдыңнан кетпейді. Кей кейіпкерлермен сырласқың келіп тұрады. Кейбіреуіне қол ұшыңды бергің келеді. Енді бірінің тұрмыстық жағдайын көз алдыңа елестетіп жылағың келсе, кей жағымсыз кейіпкерлерге ашуланасың. Ал Айшаның жөні бөлек, жаны басқа. Болмысы мен мінезі ешкімге ұқсамайды. Атажұрттың әйелі түрік тіліндегі шығармада Анадоланың қаһарман әйел бейнесіне айналады. Иә, сөз шебері Шерхан Мұртазаның көптеген қаламгерлерге дармаған биік таланты мен талғамы шығарманы өз айтқан Тәңіртаудың шыңына жеткізеді. Оның тұлғалық болмыс қасиеті шығармасынан анық көрінеді. Ол образдарды ашқан сайын, көкіректі кернеген сезімді оятқан сайын, өзінің қаншалықты терең ойшыл екендігін дәлелдей түседі. Осылайша, роман жай ғана әдеби шығарма шеңберінен шығып, терең телегей теңізге айналады. Баланың көзімен ересектің ойымен баяндаған жазушының оқырманның көңілін аулап, жүрегін тербеткен қабілеті оның қандай қалам шебер екендігін анық көрсетеді. Жазушы Шерхан Мұртаза оқиғаларды, кейіпкерлерді бұрмалайды және өзінің ойын ашық білдіреді. Оқырман мен туындының арасында басқа нысана жоқ. Оған жазушы жол бермеген. Өзіндік баяндау стилімен, сөз сахнасымен құрады. Тіршілік пен өмірдің көрініс спектаклін ойнатады. Сондықтан романның ішінде орын алған әрбір әңгімесі бір сурет болса, тұтас шығармасы қоғамды, заманды және табиғатты бейнелеген галерея. Мың бұлақтағы суреттер, Барысхан мен Айшаның тіршілігі, киноның естен кетпес фрагменттері тәрізі қайта-қайта көз алдыңа тіріліп келеді.
Қол бұлғасаңыз сізге де қол бұлғап сәлем беретін тәрізді. Қолыңызды соза қалсаңыз Барысханның басын аялай сипай өткен сияқты сезінесіз. Судың дәмі тамшыдан дегендей, шығарманың әрбір сюжеті үлкен ойды арқалайды, және әрбір оқиғасы образдармен қосып айтқанда ғұмырлы бір шығарма болып шығады. Әрине, барлық романдар қысқа әңгімелерден құралады, дегенмен роман жанрының қаншалықты дамығанын Шерхан Мұртазаның шығармасынан байқау қиын емес. Жазушы кейде роман жазамын деп үстелге отырмайтыны сөзсіз, яғни жанрды таңдамайды, әсіресе шығарма шынайы жазылған болса. Оның мақсаты сөз арқылы санаға ықпал ету, бірақ мәселе жанрда емес, әдеби формада емес, туындының арқалаған жүгінде, өзегі мен мәнінде жатыр. Осы тұрғыдан келгенде Шерхан Мұртазаны түркі әлемінің ғана емес, әлем әдебиетіндегі өзіндік орны бар талантты жазушы дер едім. Аштықты сезбеу үшін шарасыз күйде ұйықтаған, әкесіздіктің не екенін Айшаға сездірмеу үшін апасының тілін алған сыныптас қызға ғашық болып сандуғаштай сарыған сандықты ашқысы келген, айдың етегінен ұстаған Айшаны әлсіз қолымен демеген, балалығымен апасынан ұрыс естіген, аяқ киімі болмағандықтан күс болып жарылған табанына жуалының майлы топырағын жағып жүрген, қиял мен қиянат әлемде өмір сүрген боз бала еді Шерхан Мұртаза. Ал осындай қиындықтарға мойымай, талай белестерді еңсеріп, көсем сөзші және қаламгер, қайраткер және классик жазушы ретінде өз биігіне жеткен, сондай-ақ балалық шағына, өнегелі өміріне, анасына сөзбен ескерткіш туғызған Шерхан Мұртазаны әлем жазушы деп қалай атамайсың? Шығарманы оқыған сайын жүрегім шым ете қалады. Сөздің арасынан шығарманың ішінен Барысханды суырып алып құшақтағым келеді. Айшаның тізесіне жеткен шашын тарап өріп бергім келіп тұрады. Башбайы құрттаған Батырханды ойыншық іздеген құрмашты ойнатып, өз қолымен ас берсем ғой шіркін деймін. Таспет пен жуан құлға ашуланғаным соншалық өшіргішті алып романнан өшіріп тастағым келеді. Осыны сөздірген биік талант иесінің қаламының күші мен қуаты. Сондықтан бұл шығарманы бүкіл әлем оқуға тиіс. Романның желісімен сценарий жазылып, кино түсірілуі тиіс. Балалықтың ауылынан келген Барысхан мәңгілікке бала болып қала беретін ойлы Барысханның саяхаты жалғаса беруі керек. Бала қанша қиындық көріп жүрсе де, бәрібір ойыншық іздейді екен. Түркияда ұлт-азаттық соғыс кезінде аш жүрген балалар шалбарларын кесіп, балағынан доп жасайтын көрінеді. Барысхандардың жүннен доп жасағанындай. Баланың көңілі таза. Ол доспен қастың баласымен бір аулада алаңсыз ойнай береді. Барысханның орыс баласымен ойнап жүргеніндей. Әлемге бейбіт өмір әкелетін де осындай мысалдар, осындай шығармалар. Жазушы Шерхан Мұртазаға осындай үлкен шығарманы сыйлаған үшін шын жүректен басын иемін.